күнгі сынаққа дайынсыңдар ма? Бәріміз күндамаса да осы сынаққа дайынмыз. Тіпті мен де оқыдым. Үштік алсам болғаны. Оп-оңай. Ғажап, Винс, бұл сен үшін зор талпыныс. Бұл енді анық қоймайы, бірақ саған қиын соғуы мүмкін. Білесіңдер ме? 3-тен төмен баға алғандарға Роза ханым келесі демалыс күндеріне қосымша үй тапсырмасын береді. Мен 3-тен жоғары алуды мақсат етемін. Сөйтіп сендер секілді жолы болмайтындармен демалысымды бірге өткізбеймін. Сау болыңдар, жалқаулар. Жалқау болсам жалқау шығармын. Алайда мен Чиппен бірге сабаққа дайындалып жазып шықтым. Ал ол маған күні бойы тынбастан сұрақ қоюмен болды. Барлық дәрісті қайталаймыз ба? Жоқ, қажет емес. Оны бәріміз жатқа білеміз. Мен оны дене шынықтыруда қайталадым. Миды жаттықтыру үшін қолды бүгіп жазу, отырып тұру. Бұл маған мықты күш береді. Мен оны өз бетімше жаттадым. Параграфты оқыдым, сосын ойынның жаңа деңгейінен өттім. Содан соң басқа параграф пен басқа ойын. Солай жалғаса береді. Ойынды ғана ойнаған жоқпын. Және робототехниканың негіздерін жаттап алдым. Робототехниканың негіздері ме? Робототехниканың негіздері ме? Бірақ Не? Ол сабақ емес. Біз шағын бақылауыштың сипаттамасын оқуымыз керек. Құрыған жерім осы. Енді демалыспай осында қаламын. Жолым болмай-ақ қойды ғой тіпті. Винстің өзі мұнда менімен бірге қалмайды. Қане, Джозеф, өзіңді қолға ал. Уайымдама, біз бір амалын табамыз. Меніңше бәрін оқып шығуыңа әлі де уақыт бар. Сабырлық сақта да, сынақ басталмастан бұрын біраз оқып ал. Чип саған көмектесін. Не дейсің? Біраз оқы деймісің? Әзілдеп тұрған шығарсың. Мен демалыс күндері бас алмай жаттадым. Ойының барлық дәрежесінен өтіп қойдым. Неткен сұмдық. Бір ғана амалым қалды. Қулыққа басам. Ей, сабыр сақта. Роза ханым сенің дәл алдыңда тұратын болады. Және ол жастырған қағазды табудың хас шебері. Егер сен қағазды суыра басасаң, ол сені бірден ұстап алады. Маған керемет бір ой келді. Қарапайым нәрсе. Сенің сырқаттанып қалуың. Бірақ мен науқас емеспін. Егер қаласаң, сенің мұрныңды бұзалам. Сені дәлізде тайғанап кетті деп айтамыз, сосын бірден дәрігерге апардық дейміз. Юджин, өтінем, менің жан досым солай. Қулықты жүзеге асыруға көмектес. Дәмді екен, сен жейсің бе? барлық дәрісті қайталамайтынына сенімдімісің? Джозеф, сен құтқарылдың. Чип барлық дәрісті сынып бөлменің қабырғасына түсіре алады. Не? Арнайы көзілдірік арқылы. Оны сен ғана көре аласың. Міне. Енді Істейді екен. Менің ендігі міндетім бәрін көшіріп алу. Керемет! Ол ғана емес, мен сыныптағы ең күшті оқушы болам. Жоқ, өзіңді кіммін деп ойлайсың? Қымбатты Джозеф. Өзіңді кино жұлдызының орнына қойғанша, сабағыңды оқығаның жөн болар. Мені түсіндің бе? Менің көзілдірігім. Солай. Өмірдің өзі қараңғылықтан тұрады ғой. Көзілдірік тағудың қажеті шамалы. Таптым! Міне! Майя, не істеп тұрсың? Мен есікпен бетіңді бұрырам. Ештеңе сезбей қаласың. Бетің біраз көгерет, есесіне емтихан тапсырмайсың. Оның не істемек болғанын көрдің бе? Өтінем, Юджин, маған қол ұшын беруің керек. Әйтпесе әлгі робот секілді істен шығарады. Терең демал, Джозеф. Демал. Джозеф, қара! Бұл не нәрсе? Бұл роботтың қолы. Зертханада оны не бір тәжірибе жүргізуге пайдаланады. Мен оған бағдарлама қойдым. Енді ол сенің компьютеріңе Роза ханымның сынағын жазып бере алады. Оны қалай қосады? Бұлай! Керемет! Мен сенің әкеңмін! Джозеф, абайла! Жоқ!
Менің қолым. Ол қолымды қоқысқа лақтырып жіберді. Енді қайттым. Қолдар. А? Маған бір ой келді. Менімен бірге барып футбол ойна. Сен қолғапсыз қақпашы боласың. Мен саған доп тебем, ал сен оны ұстайсың. Сенің қолдарың ауырып, әрі қызарып қалады. Сынақты жаза алмайды. Жоқ. Неге емес? Джозеф, сен кереметсің. Ауға. Джозеф. Ай, мен бұған сенімді емеспін. Маған сенім ар. Допты сезін. Сен қалай ойнап тұрсың? Ай, қызықсың. Қолымды қатты ауыртар еді ғой. Әрине, біздің мақсатымыз да сол ғой. Қорқақ. Қане, Джозеф, жылауық болмай, допты ұста. Ай, қап, ішке кіретін уақыт болды. Мен маңызды бір шешім таптым. Бұл неге бұрын ойыма келмеген? Бізге бар болғаны дәрістерді тоқтамай оқу керек. Дәл солай істейік. Оны тек құлақ қаппен естуге болады. Чип сыныптың сыртында дәрісті микрофонға оқиды. Чип, сені ешкім байқап қалмас үшін қолыңнан келгенше алысқа ұза. Құп болады. Оны сынауға уақыт жоқ. Тек жақсы нәтижеге үміттенуіміз керек. Иә, бұл ақылды шешім деп ойлаймын. Менің жоспарларыма жетпесе де тапқырлық деуге болады. Юджин, сен кереметсің. Ол не іздеп тұр, және неліктен маған қарайды. Меніңше сен оған ұнап қалдың. Қазір. Сабыр сақта. Құтқарыңдар. Өтінем, құтқарыңдар. Біз бара жатырмыз. О, Джозеф, өкінішті ақ. Жағдайың дұрыс па? Балақай, өңің қашып кетіпті. Барып дәрігерге көрін. Бірақ сынақтан қалып қоям ғой. Джозеф, сенің жауапкершілігі бар оқушы екеніңді мен ешқашан білмеппін. Сынақ жайында уайымдама. Келесі аптада роботехниканың негіздері сынағымен бірге жазсаң болады. Менің жолым болғыш па әлде? Басың жарылған, қолдарың қызарған, және мұрның қанаған. Айтшы, Джозеф, кімнің жоспары үздік болып шықты? Сынақ, 1-2-3, сынақ, 1-2-3. Өздерің білетіндей, 3-тен төмен баға алғандар, менімен бірге демалыс күндерін өткізетін жолы болғыш оқушылар. Ендеше сынақты бастайық. Шыбынның дыбысы шықпасын. Шағын бастауыш дегеніміз, интегралдық сұлбасы бар кішкентай компьютер. Оның процессоры мен түсіндірейін. Интеграцияның жоғары деңгейі, энергияны үнемдеу үшін қосымша бағдарлама бар. Дәл солай. Орталық есептеу Бұл не? Қоғамдық көшіру құралы? Бұл адамды өткізсін! Бұны қамти алмайды. Немесе Сынақты дереу тоқтатамын. Және бәрің осы демалыс күндеріңді менімен бірге өткізесіңдер. Ертең, таңертең менің үстеліме қолмен жазылған барлық дәрістерді әкелесіңдер. Кім көшірмесін жасауға тырысса, өкінетін болады. Ескертем. Некен сұмдық? Бұл әділетсіздік қой, ханым. Бұны не? жылдамырақ әрі едәуір күшті шағын бақылауыштарда. Жарайсың.
Сізге тағы айтатыз, бұл керемет болды. Қане Винс, қулығыңды мойында. Ешқашан, маған олай қарамаңдар. Біраз қулық жасағанымды білем, бірақ бұл жолы менің кінәм жоқ. Менің бар қалағаным 3-ке жету болатын, және 3 алар едім. Достар, сынақ қалай болды? Көңілгелерің түсіп кетіпті ғой. Айтпақшы, Юджин, құпия құлақ қаптың қайда кеткенін білмеймін. Құпия құлақ қап деймісің? Мүмкін құлағымнан түсіп қалған болар. Қандай құпия құлақ қап? Қап, ештеңе естімедіңдер ме? Джозеф әлгі оқиғадан кейін әлі өзіне келмеген тәрізді. Сенің жағдайың дұрыс па, Джозеф? Мен қанша саусақ көрсетіп тұрмын? Керемет дәріс, өте қызықты. Сонымен қалай болды, Джозеф? Рас айтады. Мен өте жылдам оқыған болармын. Қане, достар, ол үшін ұрыспай-ақ қояйық. Достар, меніңше Юджин мен оның сыбайластары біз үшін барлық дәрістерді жазуы тиіс. Олардың бәрін ертең тапсыр. Әрине, мұның дұрыс. Әрқайсымызға әртүрлі жазу үлгісімен жазуды ұмытпа. Біздің қулық істейтіндерге ұқсағымыз келмейді. Қайырлы түн. Микробақлауышты қалай айттың? 485. Міне 486. Достар, бұл адам сенгісіз. Не ол адам сенгісіз? Бұл Кевин. Ол бүгін кешке Мелинда ханымның кабинетінде қорқынышты мутант роботтары 3-тің көрсетілімін ұйымдастыратынын хабарлайды. Алақай! Қорқынышты фильм! Қорқынышты фильмде көретін болдым! Осындай фильмді жақсы көремін. Алдарыңда табиғи қоқыс арқылы өзін өзі қуаттайтын алғашқы робот тұр. Ол келе жатыр. Қайырлы таң. Бас инспекция бізге күтпеген іс-сапар ұйымдастырғалы жатыр. Олар бізге қатал сыншы жібермек. Ол робот көз деген атпен танымал. Қызық оның түрі қандай екен? Үлкен құлағы бар шығар. Сен солай ойлайсың ба? Қатаң тыйым салынған. Некелістің қорыққаны осы екен ғой. Қандай күлкілі өзі! Сурет салуға болмайды. Ойынға тыйым салынған. Орындарыңнан тұрыңдар. Қабылданды. Оқушылар, бұдан былай көз мырза бізді күні бойы бақылайтын болады. Содан соң мектептің жағдайы туралы барлық мәліметтерді бас инспекцияға жіберіп отырады. Отырыңдар, мектептің абыройы үшін бәріміз тәртіпті болуға тиіспіз. Біз мектебімізді мақтан тұтуымыз керек, өзімізді дұрыстағанымыз жөн. Астарың дәмді болсын. Көрдіңдер? Ол нағыз қорқынышты мутант роботтың өзі! Бізді кешке дейін ғана аңдиды. Ал содан соң қорқынышты фильмдер көреміз. Үлгілі оқушының рөлін сомдай. Көздің сеніміне кірудің жалғыз ғана жолы осы. Ол нені көргісі келсе, соны көрсетейік. Сонда кешке одан құтыламыз. Мутант роботтар, міне біз келдік. Роза ханым, біздің сыныптың бір ұсынысы бар. Бәріміз сізден өтінуді ұйғардық. Бізге бүгін күндіз 2 сағат бойы қосымша сабақ өтіңіз. Иә, солай істеңіз. Дұрыс айтады. Қосымша жобалар берсеңіз, қуана-қуана орындаймыз. Жарайды, әрине. Олай болса, бүгін әрбір оқушы бүкіл сыныптың алдында ашық сабақ өткізеді. Бірінші болып кім бастайды? Фитц. Неге мен?
Рахмет, ханым. Сіздің сабағыңызды жақсы көреміз, әсіресе сынақтарды. Я, расымен де, бұл табылған ақыл екен. Бұдан бұлай, сендер аптасына 2 рет ашық сабақ өткізетін боласыңдар. Қабылданды. Электрикалық байланыс серва қозғалтқышқа сұрау жіберіп, оқылуын қамтамасыз ететін серва қозғалтқыштың байланысты орталық басқару жүйесі. Техникалық қызмет көрсету кезінде кабельдің жойылуынан сақтану үшін бұл электрикалық байланыс қозғалтқыш жалғаушпен орнатылуы тиіс. Рахмет, Винс, жарайсың. Сенен осыны күткенмін. Қабылданды. Ақылды сымақ. Келесі жолы мұндай ақыл келсе, өз ішіңде сақта. Немесе сенің есіңде мәңгі қалатындай ашық сабақ өткізем. Винс, рахмет, достым. Бұл маған жасаған жақсылығың. Менің де солай жасауыма болады. Қабылданды. Келіңіз апай, мен көмектесейін. Қабылданды. Хедро мырза, өтінем, маған тағы бір сынақ беріңізші, өтінем сізден, Хедро мырза. Қабылданды. Механиканың, электрониканың және ақпараттық технологиясының қосындысы. Қабылданды. Бір ғана сынақ мырза, кішкентай ғана. Сынақ өтінем мырза, Хедро мырза. Қабылданды. Сіздің мұнда көргеніңіз, біздің мектептегі күнделікті өміріміз әдеттегі жағдай. Енді шешімдеріңізбен бөліссеңіз болады. Қабылданды. Жарайды онда. Үкіміңіз қандай? Мектептегі тәртіпке сене алмайсыз ба? Не? Бұл нені білдіреді? Тексеріс кешке дейін жалғасады, бірақ мектепке берер баға нашар болуы мүмкін бе? Жоқ! Нашар баға? Оған қоса, мектеп директоры Николс өзінің лауазымына мүлде лайықты емес деймісіз? Бассыздық. Ештеңені түсінбедім. Алаяқтық. Айлашарға. Қорқынышты мутант робот қой. Мазақ ету. Бірақ оны қайдан білдіңіз? Мен сендерден көз алмадым. Екінші камера. Сондай таяз ойлағанымызға сенер емеспін. Көздің арт жағында екінші көз бізді ұстап берді. Барынша тырысып едік. Бұл расында да сұмдық қой. Қап, мұны қалай қалпына келтіреміз? Оқушылар, назар аударыңдар. Жоспар өзгерді. Көз мырза, өзіңіз қалған уақытты бізбен өткізеді. Бәріне қайырлы кеш. Қорқынышты фильмді ұмытуға тура келеді. Көз біздің ізімізге түсуін қоймаса, оны Мелинданың сынып бөлмесінде көре алмаймыз. Өкінішті-ақ, мен роботтар ойнайтын фильмді ұнатамын. Романтика. Дәл өзі. Мен оның көзін байлайтын бір нәрсе тауып келем. Кім бар? Инспектор! Қорқпаңыз, сізге бір нәрсе көрсеткім келеді. Өз құлағыңызға өзіңіз сенбей қаласыз. Түсінесіз ғой енді. Соңымен еріңіз, мына жаққа. Мына жерге. Мына жаққа. Неге кіріп көрмейсіз? Бірақ. Иә. Анау тұрған не өзі? Кешіріңіз, ханым. Сізде бәрі дұрыс па? Сәлем, досым. Сәлем, солу. Қайда екенімді табыңызшы. Осында. Ұялудың қажеті жоқ. Қалай болды? Жоспарымыз іске асты.
Олар қорқынышты мутант роботтары үшті көріп отыр. Менің кабинетімде. Кіреміз бе? Қане көрейік. Одан ештеңе жоғалтпаймыз ғой. Тыныш, сендердің жоспарларыңды естідім. Бұл киноның көрсетілімін өткізіп алғым келмейді. Оны кинотеатрларда көрсетмейді. Табылған ақыл деп осын айт. Бізді де шақыруларың керек еді ғой. Сіздің ниетіңіз қандай? Сіз қандай ойын ойнап тұрсыз? Мен білмеймін. Бірақ бұл жерде не болып жатыр? Ай! Мына жол. Осы жаққа. Қане, қалмай соңымнан еріңіз. Міне, мен де келдім. Сабыр сақтаңыз. Никес мырза, енді бәріміз құрыдық. Бірақ Бұл көздің екінші сыңары. мен. Тыйым салынады. Жоқ. Рахмет, Юджин. Негізі сенікі кәсібилікке жатпайды. Менің білуімше, мұндай боп салау мектеп бағдарламасына мүлде кірмейді. Бар болғаны көмектескіміз келді. Көңіл көтергіміз келді. Сау бол, және рахмет. 487. 488. Инспектордың баяндамасы келді. Мектебіміз жабылама енді. Ол мұндағы шәкірттер мен ұстаздарды біріктіретін жақсы атмосфераны жоғары бағалайды. Және мектептің ауызбіршілігінде. Бүгін қорқынышты мутант роботтары 4-тің құпия көрсетілімі 3-ті форматында болады. Қалжыңдадым. Шок! Бар! Осы арқылы Зиянши, сен мектебіміздегі ең озық үлгілі робот боласың. Сондай-ақ менің барлық бұйрығымды орындайсың. Ей, жоқ! Ұста оны, Зиянши! Ол сенің жаңа жадыңды ұрлап алып кетті. Оған не болды? Бәлкім ол ұшуды үйреніп жүрген болар. Иә, одан жақсы құс шығады. Стоп! Сталда! Ол осында, қолда келзе әжей! Джозеф, сен Винстің көңілін аулайсың. Ал біз барып шағаланы құтқарамыз. Винстің не ойлағанын білмеймін. Бірақ оның құсқа ешқандай зиян келтірмейтініне көз жеткізуіміз керек. Қалайсың, Винс? Ойнағың келе ме? Мені жеңе алмайтынға бәстігім. Көзіңді құрт, Джозеф. Кет. Жоғал. Рас айтам, мен бос емеспін. Жарайды онда. Сыпайы түрде өтініп тұрғаныңда жөнімен кетейін. Бірақ, қане Зияджи, ол алысқа ұзай қоймады. Оны іздеп табайық. Ханымдар мен мырзалар, әпкеншек тебуден әле бірге көрді болады. 1, 2, 3. Бәрі дұрыс. Біз саған қамқор боламыз. Тастармен оралып қалған сияқтымын.
бейшара қыз. Ол қатты қорқып қалған сияқты. Сендерді мазалағым келмейді, бірақ мен көмектесіп Мен түсіндім. Біз шағалалардың тілімен сөйлеуіміз керек. Қақ. Неге сөйтпеске? Қолымыздан келетініне сенімдімін. Көмектесіңдер. Кімнің шағалалар тілінде сөйлескісі келеді? Бұл өте күлкілі. Тіпті Майя мен Джозеф те мұның іске аспайтынын біледі. Мынаны қосайық. Қыңқылдауды доғар, Чик. Бұл құс қатты қорқып кеткен. Жарақаттанып қалуы мүмкін. Онымен өз тілінде тілдесу, оған көмектесудің жалғыз жолы. Іске асты. Сен онымен тілдесе аласың. Ол не дейді? Ол өзін нашар сезініп тұрмын деді. Себебі ол балық емес, басқа бір нәрсені жұтып қойыпты. Оның өмірін сақтап қалғандарына рахмет айтады. Айтпақшы, ол сенің басыңды жұмыртқаға ұқсайды дейді. Ха-ха, күлкілі дерсің. Біз кеш кетім болдық. Тоқта, Юджин, мына әлсіз құсты жалғыз қалдырып кет алмаймыз. Қазір Хедроның сабағы. Бармасақ қайтеді? Жоқ, Винс күдіктенуі мүмкін. Сен осында қалып, біз келгенше оған қамқор бол. Жарай ма? Еш қиындығы жоқ, Юджин. Оған қамқор боламын дегенді білдіре. Роботтық модульдің мақсаты бірнеше блоктан тұратын роботтарды алу, яғни өзін динамикалық қайта пішіндеу не физикалық, не виртуалды жолмен автоматты түрде орналастыру. Осылайша, жасушалар арқылы материалдың автоматты түрде жасалуын қамтамасыз ету. Кешіріңіз, мырза, дәрігерге барып көрінсем бола ма? Өзімді нашар сезініп тұрмын. Есіміңізді хабарлаңыз. Юджин! Мен робот болсам да ақмақ емеспін. Кіре алмайсыз. Міне сақын. Винс, маған түсіндірші, неге сынып бөлмесінде емессің? Ой, Никелс мырза, шындығында менің аяғым ішім ауырып барады. Медбекеге бара жатқан кезде бір дыбысты естідім. Естимісіз, Никелс мырза? Шағалама? Жоқ, шағалаларды жақтырмаймын. Қап, біреу құпия сөзді естен шығарыпты. Әрең дегенде келдіңдер-ау, шағаланың үнін өшір. Меніңше бұл сендердің ойлап тапқан тағы бір ақмақ әрекеттерің. Сендерге дұрысын ойлап табуды бұйырамын. Оларды мүлдем ұнатпаймын. Қаптаған қауырсындағы қорқынышты тұмсықтар. Жағымсыз дауыстардай. Бұл жыртқыштармен тұра алмаймын. Кешіріңіз, Никелс мырза. Қараңыз, Никелс мырза. Оның жатын бөлмесінде нағыз шағаланың жасырылғанына дәлел бар. Винс, бұл менің тіске басарым. Бұл сондай жағымсыз. Жарайды, кеттік. Ал мына роботтың бағдарламасын кері қойыңдар. Әйтпесе бәріңді қамауға алам. Міне кей. Қорықпа, олар алданып қалды, Кики. Кики? Бұл оның есімі. Меніңше, сенің қайтатын кезің келді. Сенен еркінсің достарыңа барып қосып. Ол саған не деді? Ол мені қалдырып кеткісі келмейді. Себебі екеуімізге бірге уақыт өткізген өте қызық. Жарайды, түсіндім. Сен осында болсаң, ол ешқайда ұшып кетпейді. Ендеше кеттік. Тоқтаңдар, мені жіберіңдер. Оның игілігі үшін осындай әрекетке бардық, Чик. Оның табиғи ортада өмір сүруі керек. Енді біздің кезегіміз келді. Болады. Оны ұста. Мына құс сенің миыңды жұтып қойды.
Роза ханым, Педро мырза, тәртіпті нығайтуымыз керек. Кейбір оқушыларды ойлап таппайтыны жоқ. Роботына шақаланың даусы болған. Жоқ, мені құтқарыңдар. Олардың аллергия бар. Ұстаңдар оны. Ұстаңдар. Оқ болады. Мен емес ақымақ. Мүмкін емес. Кері қайт. Осы жолы оны жіберіп алма, Зияджи. Бұл біздің соңғы мүмкіндігіміз. Тыңда, Чи. Қарсы бағытта роботтар сенің соңыңнан кету үшін қолыңнан келгенше қатты дауыспен айғайла. Ал біз ол уақытта Кикиді аққа қайтарамыз. Жарай ма? Ол осында. Менің аллергия бар. Топтан. Олар қайдан келді? Қараңды. Енді қайттық. Сұмды. Достар, сендерді көргеніме қуаныштымын. Дереу қайтып орал. Зияджидің үйін қайтарып беретін кезің келді. Қане, топта! Жерге түс, ақымақ құс. Қане, Кики, жерге түс. Біз саған қамқор боламыз. Дұрыс айтады. Әйтпесе, қиын болады, қауырсынды ұры. Зияджи? Тура ағашқа дәлде. Кики! Дегенмен жеңіс біздікі. Юджин, мына ақпақ роботтың жағымсыз даусын айқайлауын тоқтат. Бәріңде жазаланасыңдар. Мен сендерге ескерттім. Әрқайсың 100 сағаттан қамауда отырасыңдар. Сау бол, жолың болсын, Кики! Адамзаттың болашағы сендердің қолдарыңда екенін түсінулерің керек. Уақыттарыңды текке өткізбей, оның орнына сабаққа көңіл бөлулерің керек. Сендердің назарларыңда кванттық механикаға аударылу керек. Ол физиканың негіздерін, әсіресе атомдық және субатомдық деңгейлерді қамтиды. Сенің бағдарламаңды қайта қалпына келтірейін. Бағдарламасын қалпына келтірейін. Әзіл емес. Бәріңде сабақ қалдыңдар. Ешқашан да.
жағдайың жақсы ма, Майя? Жай ауырсынып тұрғаны. Басқа ештеңе болған жоқ. Майя, Ауырады. Ай, тобығым, ай. Тәжірибесі жоқтар осындай болады. Не болды екен? Тыңда, қорқатын түгі жоқ. Сіңірің созылып кеткен. Аяқ аяғың жазылып кетеді. иә, неліктен уақытыңды тиімді өткізбеске? Мысалы, демалуыңа болады. Менің демалғанымды қалайсың ба? Сен менің демалғанымды қашан көрдің? Достар, мен демалмаймын. Менің мұнда отырғаныма 15 минут болды. Орнымда отыра алмаймын, ешқашанда. Мұндай жағдайға душар болғаныма сен алар емеспін. Мен бір орнымда тұра алмаймын. Ештеңе істей алмай отыра алмаймын. Бір сәт, қозғалмастан істейтін көптеген қызықты нәрселер бар ғой. Мысалы, өткен сабақты қайталау. Иә, соны қызықты дерсің. Табылған ақыл. Әлде шахмат ойнау ма? Ойнай алсаң маған мат қойып көр. Мүмкін маған тағы киім тоқы дерсің, а? Ертеңге дейін ойлануға уақыт бар. Сенің зерікпеуіңе уәде берем, Майя. Көріскенше. Мен не істей аламын? Солай ма? Сеніңше бұрынғыдай жүріп кете аласың ба? Дәрігер роботтың айтуынша бұған біраз күн кетеді. Есесіне, сен ендігәрі футбол ойнай алмайсың ба сонда? Олай емес, дәрігер айтылғанның бәріне сене берме. Маған сен. Сәлем. Бұл саған. Тосын сый. Бұл не? Саған сыйлық. Балақаймен танысыңдар. Мен оның бағдарламасын қойдым. Енді ол өзіне қажет нәрсенің бәрін сұрайды. Менің қарным ашты. Тамақ жейтін. Ол өте сүйкімді, бірақ өзіне қамқор болуды талап етеді. Оның басынан сипап, тамақтандыру керек. Онымен әңгімелесу керек. Рахмет, Юджи, қандай керемет сыйлық. Роботқа қамқорлық жасау ақымақтық. Әлемнің әртүрлі уақыт белдеулері Гринвич меридианына бағынады. Батысқа сапар шексең, біз уақытпен артқа қайтамыз. Түсінікті ме? Жақсы. Онда айтыңдаршы, егер Лондонда сағат кешкі 6 болса, Нью-Йоркте қанша болады? Бұл не? Бұны қалай түсінсе болады? Сен дәл қазір менімен бірге директордың кабинетіне барасың. Жоқ, Майя, сенің тобығың. Мен оны алып келем. Орныңа отыр, Майя. Саған одан да сүйкімді робот жасап берем. Уәде етем. Юджин, түсінбеймісің? Мен балақайды осы күйінде қалдырып кете алмаймын. Мен оған керекпін. Кішкентай балақайым-ай. Ешкімге керек емес. Маған сен. Руби, сен менің ашуыма тие бастадың. Майя. Балақайды тапқым келеді. Жарайды онда. Оны саған бір шартпен әкеп берем. Ол үшін сен осында қаласың. Келістік. Ұнжырғанды түсіргім келмейді, бірақ балақайдың барған жерінен кері қайтуға жол жоқ. Рас айтады. Әдеттегідей чемпионнан қиын жұмыс бермеді. Отызда шаруам көп, бір күні сақтандырғышым күйіп кете қайтер екен. Олардың көңілін аулау қажет. Ең оңайы осы. Бірдеңе ойлап табуым керек.
Осында екенсің ғой. Мұнда лазерлік қорғау құрылғысы қосылған. Оны сөндіру үшін басқару жәшігін тапқанымыз жөн. Меніңше тапқан тәріздімін. Керемет, жарайсың. Қателік, таныс емес адам. Ескерту, өлмедемей таныс адам жүр. Қазіргі таңдағы роботтың прототипін Терезеден секіріп кетсек қалай? Жоқ, ол өте қауіпті. Олар қайта өркендеу дәуіріне жатады. Дыбыс белгіні сөндірсек қалай болады? Джозеф, Юджин, жетер енді. Тағы бір сөз айтсаңдар, директордың кабинетіне апарам. Никельс мырзаның кабинеті ме? Жоқ, сізге сенбеймін. Мен сіздің сүйікті шәкіртіңізбін. Оған дәтіңіз бара қоймас. Біздің мектептің беделі жоғары, әрі жоғары стандартты. Мұндай тәртіпке төзе алмаймын. Мені дұрыс түсіндің деп үміттенем, жігітім. Сенің қылықтарыңа шыдай алмаймын. Егер мұндай қылықты жалғастыра берсең, сені мектептен қуып шығуға басқа амалым қалмайды. Менің сөзіме сен, отпен ойнама, күйіп қаласың. Оған бұл менің кінәм екенін айтамын. Сіз күйіп қаласың дедіңіз ғой. Сіз оқушыларды меңзедіңіз бе, әлде етті ме? Нені меңзегенімді жақсы білесің. Менің меңзегенім... Иә, көрдім мырза. Енді түсіндім. Күйдіру дегеніміз жазасын беру. Менің айтқанымның бәрін қайталаудың қажеті жоқ. Қайда тұрғаныңды ұмытпа. Сен бала шектен шығып барасың. Ол дегенің бассыздық. Күзетші роботтар, мұна бұзақларды бұл жерден қуып шығыңдар. Жігітім, енді менің көзіме көрінуші болма. Мен шақырғанша бөлмеңнен шықпайсың. Іске аспат. Бөлмеме кеттім. Ол шақырғанша. Қане, сенің қандай ерекшелігің бар, а? Қорбалалайсың ба? Мені сипайды, өктіп болды. Енді сенің кезегің. Көмектесіңдер! Робот орындығымды басқара алмай келем. Көмектесіңдер! Ол істен шықты. Роботтар назар аударам. Робот орындық бұзылды. Никельстің балақайды өзімен бірге алып кеткеніне сенімдісің. Мен оны өзім істедім. Оны жақсы көріп кетудің өте оңай екенін білем. Ол тіпті Никельстің жүрегін жібіте алады. Тоқта, Чик. Мені жіберетін уақыт болды. Қолымдысың олышы. Балақай! Балақай!
керемет екен. Әй, тоқтат оны. Әйтпесе мен де тобығымды шығарғым келеді. Мінекей, ол осында. Білесің бе, менің тобығым жазыла бастады. Маған енді балақай керек емес. Мен үшін тәуекелге баратын нағыз достармен араласуды жөн көрем. Айта кетсем, сен мен үшін үлкен тәуекелге бардың. Сондықтан сен мынаған лайықсың. Фантазиланы кімнің ойнағысы келеді? Кеттік! Мүмкін басқа біреуден сұрап көрерсің. Сен екенсің ғой. Менің кабинетіме жүр. Жылдам, тез. Өмірде әділдік бар деп ешкім айтпаған. Ертең бәріміз генетех зауытына саяхатқа аттанамыз. Мен бармайым, сен қатты ауырыпты. Бәрі бірде қызық болмайды. Мұнымен біткен жоқ. Сондай-ақ X3000 робот серігін ұтып алу үшін бәріңде маңызды сайысқа қатысасыңдар. Егер сендердің орындарында мен болсам, қазір оның техникалық сипаттамасын оқуды бастар едім. Оның 17 атқаратын қызметі бар. Сондай-ақ 780. Терагига жадысы бар. Және 150. 150 қосымша құрылғылары бар. X3000 әлемдегі ең мықты робот. Оны ұмыт, Юджин. Ол роботты мен ұтып алам. Эй, Майя, X3000-ның қозғалтқышқа айналатынын сен білесің бе, достым, а? Арнаны ауыстырыңдаршы. Дұрыс айтасың, Майя, бұл тақырып мезете бастады. Саған не болды, Чип? X3000-ды айтып, неліктен бәрі отқа малғиясыңдар. Менің қызметім одан миллион есе жақсы. Жарайды, егер мықты болсаң, мына қаламсапты лазерлі қылышқа айналдырып көр. X3000-ның қолынан келмейтін не бар екен деп ойланып тұрмын. Менің кетуім керек, достар. Ары қарай қиялдай берулеріңе болады. Қане, Майя, бүгін сен тіс дәрігеріне баруың керек. Доғарыңдар, енді менің басқа амалым қалмады. Менің орындайтын үй тапсырмаларым бар. Демек, жақсылап сабақ оқуым керек. Солай. Ауырып барады. Саяхатқа аттанарда ұйықтап қалмау үшін ұйқымды қандырып алу керек. Маған көмек болсын. Күні бойы ұйықтасаңшы. Бар жылдамдықпен автобусқа қарай. Тездет, егер бірге отырғымыз келсе асыққаным үшін. Автобус жүріп кететін болды. Басқалары қайда? Ешкім уақытында оянбаған ба? Юджин, мұнда бір гәп бар. Эй, мұнда кім бар? Расында қызық екен. Ішім бір жамандықты сезіп тұр. Он жарым? Түсінбедім. Бұл әзіл ме? Джозеф, автобус кетіп қалды. Меніңше біреу сағатымды артқа жылжытып қойған. Менің де, Юджин. Винс, ол біздің автобустан қалып қойғанымызды қалады. Ей, басқа біреуден көрмеңдер. Бәлкім сағаттың өзі бұзылып қалған шығар. Ал бұл керемет емес пе? Бүкіл мектеп біздің қызырымызда. Бұл біздің өміріміздегі ең керемет күн болар еді. Қош бол, X3000 робот серігі. Сәлем бастандық. Қане, құраныңдар, достар. Бүгін қызыққа батамыз. Бүгінгі күннің мәңгілікке есте қалатынына уәде берем. Мектеп қосады, барлық роботтар үзіліске шықты мінекей.
Ол осында. Элви планетасынан келген өзге ғаламшарлық. Чип командир, сенің кезегің келді. Олған ештеңе болмады деп үміттенем. Дәл солай, мырза. Оны өзім жеткізем. Ол деген... Никестің дауысына ұқсайды екен. Бұл жайында тағыдан кім хабардар? Ешкім, мырза. Солай деп үміттенем. Ол басқалармен кетпеген. Оған барып өзіміздің осында екенімізді айтқанымыз жөн. Хедро мырза біздің қайда жүргенімізге алаңдаулы болар. Өздерің ойлаңдаршы, таңертең бізді неге ешкім оятпаған? Егер кім-де-кім менің жоспарымды біліп қойса, арты шамам болады. Өте жақсы. Бұл универсалды бағдарлама. Мен үшін тамаша шешім. Құлақ сал. Мектептің би кеші жақындап келеді. Мелинда ханымна менімен билеуін өтінер болсам, оған дайындалуым керек. Би режимі қосылды. Сізді биге шақыруға рұқсат етесіз бе? Әрине, иә. Біздің жасырынғанымыз жөн. Егер Никелс бізді біліп қойса, қиындыққа тап боламыз. Сенікі жөн. X3000-ның біздің қасымызда болмағаны сондай өкінішті. Оның камерасы барлығын 3D форматында түсіретін. X3000 туралы айта берудің қажеті жоқ. Кез келген ескі ұялы телефонның да камерасы бар. Мен Никелстің қимылдарын қайталап бере аламын. Мінекей. Бұл не? Мен бәрін білдірдім. Чип, сен сондай ебедейсізсің. Бұл жерден кетейік. Мына жерден бір иісті сезіп тұрмын. Көрт тышқан болуы мүмкін. Мен кеміргіштерге төзе алмайым. Тездет, тышқан аулау әдісін қос. Тышқан аулау әдісі қосылды. Кез келген шыбырлаған нәрсені ұста. Көп болады, мырза. Кез келген шыбырлаған нәрсе. Жақсы, қашан сәт туды. Сен оны естідің бе? Бұның бәрі жаман. Соңы жаман аяқталуы мүмкін. Бүкіл мектеп біздің құзырымызда. Барлығы X3000-ға кеткен кезде біз мына жерде бөгеліп қалдық. Кешіріңдер. Бұл сенің кінәң емес, Чип, кешірім сұрама. Бұған Винс қана кінәлі. Кеміргіш анықталды. Қолға түсіру режимі қосылды. Бірақ біз кеміргіш емеспіз. Кеміргішті қолға түсіру режимі. Кеміргішті ұстау режимі қосылды. Бірақ біздің кеміргіш емес екенімізді көрмей тұрмысың? Иә, сендер кеміргішсіңдер. Ғашықтар тұруымыз керек. Тоқта, бұл не? Өтініш сұрау хаты. Юджин, бергел, мынаны қара. Бұл сенің жазу үлгің. Қымбатты Хедро мырза, Джозеф сырқаттанып қалды. Менің оған қамқор болуым керек. Сондықтан сіздермен бірге саяхатқа аттана алмаймын. Мен осында болғанда сабағымды оқимын. Юджин. Бірақ мен бұл хатты жазған емеспін. Осы себепті таңертең бізді ешкім оятпаған. Олар мені сырқаттанды, ал сені маған қарайды деп ойлады. Винс бұл үшін жауап беретін болады. Сөз берем. Бұл Винстің кінәсі емес. Мұның бәрі менің жоспарым. Сенің жазу үлгіңе көшірме жасадым. Автобусқа үлгермеу
үшін сендердің оятқыш сағаттарыңды артқа қойдым. Неліктен олай істедің, Чип? Вирус кіріп кетті ме? Себебі мен X3000-ның менен де артық, менен де қызығырақ үлгі екенін білемін. Алайда сендердің мені керексіз қоқысқа лақтырып кеткендеріңді қаламаймын. Өтінемін, Юджин, менің орнымды алмастырма. Қане, Чип, біздің тек ойыншық алғымыз кел. Одан артық ештеңе емес. Қадірменді екі досым. Мына сен менің жолдасымсың. Сенің орныңды ешкім баса алмайды. Рас па? Қойыңдар шенді. Мен қазір көз жасыма ерік берем. Жарайды енді. Біз мына жағдайдан аман шығуымыз керек. Сендерге не болды, достар? Мұнда не істеп жүрсіңдер? Кейінірек түсіндіреміз. Одан да есікті жап. Не? Бірақ не үшін? Сол үшін. Тығыл, Майя! Кеміргіш анықталды. Мына роботқа не болған? Юджин, не болып жатыр? Кейінірек. Кеміргіш анықталды. Мен жаңа ғана ауырсынуды басатын екпе салдырып келдім. Сондай-ақ тіс дәрігерінің құралдарынан аман қалдым. Сондықтан мына ақымақ робот мені қорқыта алмайды. Жақсы, егер мықты болсаң, мына қаламсапты лазерлі қылышқа айналдырып көр. Техникалық атау. Қане, бұл жерден шығайық, мына жаққа. Мұнда көршіған болды, мен білмедім. Билетіңіз келе ме, мырза? Не? Жоқ, сенің міндетің көршіғанның көзін құрту еді. Доғар, көмектесіңдер. Сендер бәрін түсіндірулерің керек. Мұнда тіс дәрігерінен гөрі қызықты секілді, е? Уақытты текке өткіздік. Фрэнкли, X3000 деген қажеті жоқ қоқыс қой өзі. Дұрыс айтасың. Бәрібір ойдағыдай болмайтынын біліп ем. Олар қуанышты көрінбейді. Олар құтты тіс дәрігеріне барып келгендей. Хенро мырза, саяхат қалай болды? Саяхатты кейінге шегерді. X3000 есінен ал жасып, зауыттың қызметкерлеріне шабуыл жасап, оның үстіне жарты күніміз кептелісті өтті. Жарайды. Одан да бар демалайын деймін. Винстің көңіл күйі түспеді ме? Маған бәрібір, әйтеуір менің сендердікіндей ақымақ қаңылтыр роботым жоқ қой. Мен осы кішкентай темір қаңылтырды жақсы көрем. Оны тіпті әлемге де айырбастамайды. Жеке көмекші тағайындауды ұйғардым. Ал, ең алғашқы көмекші болу мәліметі. Джулияға бұйырады. Және рахмет саған, Джулия. Оны да. Никельс мырза, мектептің нәтижелерін жасыратын біраз ой ұсынғым келеді сізге. Саған жүктелетін ең маңызды тапсырма. Ол мына тәріктелген заттарды реттеу, сосын электронды шағым хаттарды қарап шығу. Сонымен қатар, қоңырауларға жауап беріп, маған шай әкелетін боласың. Қантты сағат тіліне қарсы бағытта араластыруды ұмытпа. Нендей жағдай болса да, сағат тілі бағытымен араластырушы болма. Никельстің Джулияны таңдағаны таңғалдырмайды. Себебі ол үздігі құш ғой. Ол адал, бірақ аздап. Іш пыстыранлық. Никельс тозығы жеткен жартысын қалпына келтіруге керемет жол тапты. Соны ойлайсың. Тюли, сенің жағдайың дұрыс па? Тырысам. Менің жағдайым жақсы. Бірақ Никельстің мені таңдауын қаладым. Мен өте жақсы көмекші болатынына сенімдімін. Армандай бер, көмекші шебер, белсенді әрі мықты болуы керек. Ал сен болсаң, өте баяу қимылдайсың. Армандамай-ақ қой. Роза ханымға айтқанымдай. Ол өзін кім деп санайды? Оқымысты сымақ, оны елемей-ақ қой. Бәрі мен
Оған көмектесек қолынан келеді. Мен де соны айтам. Дене шынықтыру миды серіктудің ең үздік тәсілі. Қолымнан келмейді, бас тартам. Жоқ, қолыңнан келеді. Алға талпын. Ал енді жүр, бел темірге тартылайық. Жарақат алмадың ба? Жоқ, бірақ менің шеркем тартылып барады. Мінеки, мынаның көмегі тиер деп ойладым. Бұл электронды білезік. Оның миллиондаған нанороботтары бар. Сенің жасырын таланттарыңда шуға септігін тигізеді. Наноботтар, айырмашылықты сезе бастадым. Юджин, Тюлиптің ағзасына көптеген наноботтарды жібердім дей көрме. Әрине жоқ. Қоқыстан тапқан нәрселер арқылы білезікті жасадым. Оны жасаған мақсатым Тюлип өз күшіне сенсе екен дедім. Бұл оның өзіне деген сенімділігін арттыруына ықпал етеді. Сондай-ақ, оның не нәрсеге қабілетті екенін көреміз. Кішкірме, Тюлип, сенің жаттықтың үшін болуға рұқсат ет. Көп жылдардан бері наноботикалық ойындарды ойнап келемін. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл лас ауаны тазалайтын тұңғыш шаң соғышы. Мінекей, жарайсың, Тюлип! Жақсы жұмыс, Тюлип. Егер білезіктің күші болмаса, оның қолынан қалай келді? Тюлип ақымақ емес, Джозеф. Бірақ мына білезік оның миының тез жұмыс істеуіне әсер етті. Ол сабақта үйренгенін пайдаланып, жаңа теория ашуда. Абыржымаңдар, орталық компьютердің ақауы болуы мүмкін. Мен көмекшімін. Бұл жағдайды өз бақылауымда ұстаймын. Соңымнан еріңдер. Не болып қалды? Ол неге сөнбейді? Пернелер істен шықты. Егер менен сұрасаңдар, бәріміз өмірмен қоштасамыз. Тағдырға мойынсыну керек. Жарайды, менің осында болғаным қандай жақсы. Оны маған тапсырыңыз. Бұл роботқа болған жұмыс қой. Ант етейін, бұл дұрыс құпия сөз. Артур, көп сөйлегенше көп қимылда деген сөз бар. Тюлип, не істеу керек екенін білесің бе? Иә. Рахметті маған емес, наноботтарға айтыңдар. Айтпақшы, саған бір нәрсе айтуым керек. Джулия, сенің түсіндіруіңді талап етем. Орталық компьютер бірден істеп кетті. Сондай-ақ, Хедро мырза лас ауаны тазалайтын шаң сорғыш жайлы айтты. Бұл не қылған данышпандылық? Мырза, тақырыптан ауып қалмаңыз. Жақсы, Тюлип, бүгіннен бастап менің көмекшім боласың. Осы 90 аяқталғанға дейін. Алақай! Джулия, сен жұмыстан шықтың. Қалай болғанда да, маған қарағанда осы қызметке Тюлиптің екемі бар сияқты. Сәттілік тілеймін. Сонымен... мақалға сүйенсек, мектепте өзін-өзі ұстау ережелеріне байланысты енді оқушыларға күлуге, жүгіруге, сырғанауға тыйым салынады. Үзіліс. Тюлип, маған неге айтпадың? Неге сені көмекші етіп алыпты ғой? Қандай
Ой, керемет! Сен енді роботтардың мәселелеріне өкіл ретінде араласыласың. Алдымен біздің бос уақытымызда... Кейін айтасың, Чип, қолым бос емес. Өзіңді адам ретінде ұстауыңды доғар. Сен енді бионикалық қылсың. Сен ерлік жасай аласың. Соныңа не? Сенің қолыңнан келеді, қане? Әлі үйренерің көп, уайымдама. Тюлип, менің айтқым келгені. Оларға не болған? Олар қолынан алжасты. Бұл өте қауіпті ғой. Құлап кетуі мүмкін. Тюлип, жерге түс. Тюлип, артқа қайт, біздікі. Тюлип, айтқаным бітті. Көрдіңдер ме? Керемет робот емес пе? Тамаша! Тюлип ол. Ол робот емес. Бүгін сен бәріне роботтардың мектепті тазалап, тәртіпті қадағалап қана қоймайтынын көрсеттің. Негізінен оларға да демалыс қажет. Сондықтан да сені рухани басшымыз етіп тағайындауды жөн көрдік. Мен қуаныштамын. Чип! Ол қайда жүр? Юджин, мен асхана спортзалда болдым. Тым оғаш, барлық роботтар жоқ болып кеткен. Мұны көрулерің керек. Олардың бәрін таптым. Терең дем аламыз да денемізді еркін ұстаймыз. Жиналып денеміздегі қуатты орталықты бос ұстаймыз. Ей, бұның не? Жібер мені. Мен қуатымды қалпына келтіргім келеді. Тюлип, робот емес. Ол бионикалық қыз емес. Ешқандай нанороботтар жоқ, түсінемісің? Ей, Чип, олар не істеп жатыр? Біргеміздің қолымыздан тыс күшті электр қуат арқылы күшімізді қалпына келтіреміз. Электр қуаты ма? Ал мен ше? Тюлип, кешір, сені алдадым. Білезіктің ешқандай күші жоқ. Наноботтар тіршілік етпейді. Демек, сен робот емессің. Робот емес екенімді әрине білемін. Бірақ наноботтар тіршілік етеді. Мен оларды сезем. Мына білезіктің маған берген күш қуатын сендер қызғанып тұрсыңдар. Білезікті кері қайтаруымыз керек. Бір амалын таптым. Біз шаршадық. Сендерге не көрінді? Қане, ұйықтамаңдар. Тюлип, саған Юджин білезік жайлы айтпады ма? Қап, сен бастамашы енді. Бұл білезік күш береді. Дұрыс айтасың, наноботтардың арқасында. Біз бұл білезікке қуат бітіретін наноботтардың біріміз. Демек сендер осы уақытқа дейін әлсіздене берген екенсіңдер ғой. Соның бәрі менің кесірімнен бе? Сен өзіңді басқаларға дәлелдеуің үшін біз қолымыздан келгенше аянбадық. Мен олай болғанын қаламаймын. Сендер мені құшақ жая қарсы алып өздеріңнің рухани басшыларын етіп тағайындадыңдар. Ал енді менің кесірімнен сендердің халдерің мүшкіл. Бұлай болмауы тиіс. Оны алда наноботтарды қуатта. Бәрі дұрыс па? Біраз шаршадым, бірақ бәрі ойдағыдай. Енді жақсы жағына қарайық. Бүгіннен бастап әрбір роботтың ішінде Тюлиптің нано бөлшегі бар болады. Солай ойлайсың ба? Тюлип, осында екенсің ғой. Құжаттарды реттеуге көмек Бұл керек. мәселемен менің көмекшілерім айналысатын болады. Некес мырзаға көмектесесіңдер ме? 235, 236, 237, 238, 239.
Қанеки. Винстің керемет қорғанысы. Бұл тамаша ойын болды. Чек, бұл ойын емес. Бұл мектеп командасына ойыншыларды іріктеу. Футбол алаңында нөмірі 1-ші шабуылдаушы өзін жақсы қырынан көрсетті. Майя, сен не ойлайсың? Әрине, Чип, жаттықтырушының назарын өздеріне аудару үшін Джозеф пен Винс бір-біріне қарсы ойнауда. Екінші шабуылшы кім болатынын жаттықтырушы анықтайды. Голды соққан ойыншы бірінші таймда жеңеді. Ойын қыза түсті. Кімге бәстігесің? Джозефке бәстіге! Джозеф, сен мықтысың! Соңғы секундтар қалды. Қане. Сонымен кім гол соқты? Нақты айту қиын. Команданың екінші шабуылшысы Винс. Мен жеңдім. Мен мықтымын. Әлде Джозеф пе? Бейне жазбада екі ойыншы теңізді. Мырза, менімен үш ойыншы. Бір командаға үш ойыншы ала алмайсың. Уайымдама, Майя. Оларға тағы мүмкіндік береміз. Винс пе, әлде Джозеф пе? Боған сені алмаймын. Осының бәрі доптың соңынан жүгіре алмаған сенің кесіріңнен болды. Джозеф, құттықтаймын. Ей, сенің әлі мүмкіндігің бар. Менің халім мүшкіл. Жоқ, қане, сенің әлі де ойнауың керек. Менің арқам. Қорқатын ештеңе жоқ. Жеңіл зақымданған. Төсекте жатып демалсаң, арқан жазылып кетеді. Қатты ауырмас үшін үстінен мұз басып қой. Қанша уақытта жазылады? Бірнеше сағаттан бірнеше айға дейін созылуы мүмкін. Демалуға кеңес берем. Егер әлдекім маған жүруге болмайтын біліп қойса, футболға қош деуге тура келеді. Бір амалын табамыз. Джозеф! Бұл Тюлип! Жанкүйерлер клубының президенті ретінде сенің командаға қосылғаныңды қалаймыз дегім келеді. Керемет! Одан да менің бөлмеме барайық. Джозеф! Бәрі бітті. Егер мені көріп қойса, бәрі бітті. Көрмесе күмәндана бастайды. Ал жанкүйерлер клубым олардың көңілін қалдырмауым керек. Өзімізге көп жауапкершілік артқан жоқпыз ба? Сенің орныңда болғым келеді. Иә, сен Джозефтен асып кетер едің. Осындай кішкентай болсаң да. Не? Менде бір керемет ой бар. Міне осылай. Қазір шындықтың бет ашылар сәт туады. Дұрыстап тексеріп көрші. Шынымен сымбаттымын ба? Түсіңді өзгерте алам. Түсіңді сарыға ауыстырайық. Немесе жасылға. Енді сен үлкенсің, немесе толықсың, немесе кішкентай Джозефсің. Саған өте жарасады екен. Ал енді артқа. Жақсы, Майя, мұнда қалып досымызға қамқор бол. Ешкім күмәнданбас үшін аватармен бірге серуендеп келем. Кеттік. Ал енді екінші жоспар. Қане, Джозеф, есікті аш. Тыңда, менің саған айтар ұсынысым бар. Сен ойында ұтылатын боласың, ал оның орнына біз дос боп қаламыз. Юджиннің бөлмесіне барып көрдің бе? Әй, ақырын қоюға болмай ма? Менің қолдарым жеңіл. Майя, бұл кім болуы мүмкін? Айтарың бар ма? Мен Джозефті іздеп жүрмін. Оны көрмедім, кешір. Сау бол. Мұнда не болып жатыр? Іште біреудің бар екені анық. Ол сенің шаруаң емес. Хей, Вин! Джозеф қайда? Ол жаттығуда шығар. Ал сен неге жаттығуға бармайсың?
Joseph, жүрісің керемет екен. Рахмет. Чипті айнытпай салдың, мені түсінген боларсың. Даусын келтіруді ұмытып кетіппін. Юджин, сен іздеп жүрген едім. Айтпақшы, саған қақпашы болатыныңды айтқым келген жүр. Сәлем, Джозеф. Жақсы болып қалдың ба? Жанкүйерлер клубы үшін қуаныштымысың? Джозеф! Бері кел. Ол жерден шық. Ұсталдың ба? Бұл емес, өкінішке орай. Бұл жолы Джозеф қайда кетті? Ол жайлы ойлай беруді доғар. Сабыр сақта. Жақсы, Чип, кеттің. Роботтар қашаннан бері дәретхананы қолданатын болған. Бұл автоматты түрде судан арылу. Мұндайды естімеппін. Серуендеуді ұмыт. Бұл үлкен тәуекел. Жүр, штабқа қайтайық. Сәлем, Джозеф. Мұнда екенсің ғой. Бұл жолы қашып құтыла алмайсың. Оның жүрісінен күмәнданбайсың, а? Тыңда. Егер сенің аяқтарың ауырмаса, онда біраз жаттығып көрейік. Бұл қолыңнан келе ме? Жарайды. Негізінде ол жаттығып жүр. Сенің қолыңнан не келсе, оның да қолынан келеді. Ұсталып қала жаздадық. Ертеңгі күн тезірек бітсе екен. Сондай керемет болды. Ал егер қалай ойлайсыңдар, іріктеуге дейін халім жақсармаса, Чип менің орныма осы ойында ойнай ала ма? Жақсы. Сен Чиппен байланыс алайын, оның көзімен көре алатын бағдарлама орнатам. Бірақ сенің Винстен озбай, тең түсетініңе уәде беруің керек. Себебі Чип сенің орныңа қатысып, команда мүшесі болмауы тиіс, Джозеф. Уәде берем. Қане, Чип! Мырза, бұл әділетсіздік қой. Ол алдап жүр. Әдетте ол онша ойнай алмайды. Алға, Чип! Я, допты қақпаға дәлде! Кеп! Ол неге гол соқты? Джозефті тоқтату керек. Оның қырсығы оңай. Оны маған тапсыр. Балалармен қалай тіл табысуды білем. Ғажап. Ал бұл екінші. Бұл үшінші. Бұл төртінші. Я, тең түсіңдер. Енді айып соққысын тебулеріңе тура келеді. Ғажап, Чип, сен сондай керемет ойнадың. Білем. Мен футболды жақсы ойнайым. Сабақта да менің орныма отыра алмайтының сондай өкінішті. Не? Меніңше, сен өзің ойынға қатыса алатын сияқтысың. Аяғыңа нық тұрғаныңа қуаныштымын, Джозеф. Оған мән берме. Ол жай ғана мақтанып тұр. Чип тағы да менің орныма ойнаса ғой. Маған керегі өзімнің қауіпсіздігім. Жарайды, барып ойнайын. Мына түріммен іріктеуден де өте алмаспын. Өтетініме сене бастап ем. Олай ойлауды доғар. Бүгін сен осындасың. Демек сенің ұтуға мүмкіндігің бар. Ережесі өте қарапайым. Кім бірінші 3 гол соқса, сол жеңеді. Джозеф, сен бастайсың.
Байқауымша олар ережені бұзуда. Винс қайда? Джозеф, 0. Винс, алдағаның үшін ойыннан шығасың. Енді екінші шабуылшы ретінде робот командаға алынады. Зияджи, командаға қосылдың. Иә, алақайым, иә. Жатырмыз, ал мен же өзі футбол ойнадым. Сонымен, достар, сабақ оқығыларын келеме? Әлде футбол ойнағыларын келеме? Футбол ойнайық! Кешір, бұл менің кінәм, жарақат алмадың ба? Ештеңе етпейді, Юджин. Жарақат алған жоқпын. Етім үйреніп кеткен. Руби, бізбен футбол ойнағың келе ме? Жоқ, ренжімеңдер. Роза ханым берген үй тапсырмасын әлі аяқтамадым. Сондықтан сабақ басталғанша оқып үлгеруім керек. Ештеңе етпейді. Мен үй тапсырмасын мүлде орындамадым. Сабақ әрдайым біркелкі болады. Оған бәстіге. Ол тақтаға сүйікті оқушыларын шығарады. Иә, мен Мёрфидің заңына сенем. Ал Мёрфи деген кім? Жоқ, Мёрфи емес. Мёрфидің заңы дейді. Әр түрлі жағдайда жолың болмаудың заңы. Ойдағыдай болмай қалады деген кез келген нәрсе. Міндетті түрде солай болады. Демек, сабақты жаттап алсам да, Мёрфидің заңы бойынша Роза ханым сабақты сүйікті оқушыларынан сұрайды. Екінші жағынан, егер мен сабақ оқымай келсем, онда ол менен сұрайды. Менен сұрайтын сияқты. Жоқ, мүмкін, бәлкім, тақтаға Руби шығар. Өткен сабақтан нен өткенімізді бәрімізге түсіндік. Не туралы өткеніміз есімде жоқ. Ол... Жетер енді. Оны есіңе түсіру үшін өткен сабақта өткенімізді бір апта бойы күніне 50 рет көшіріп жазасың. Саған не болды, Джозеф? Бұл Мёрфидің заңы. Жолың болмады ғой. Саған көз тигенсің, Айла. Өтінем. Менің жанымда тұр. Менің сәтсіздігімді өзіңе тартып ал. Кешірім өтінем. Қане, қанша күлсеңдер де күле беріңдер. Әлі түсінбедіңдер ме? Рубиге ғана көз тиген жоқ. Жан жағында жүргендерге де оның көзі тиеді. Жарайды, Винс, тоға. Бүгінге жетер. Жолы болмау деген жай ғана... Маған тағы да солай деп көш. Сенің аузыңнан шығатын даналық сөздерді сағынып қалыппын. Рас айтам, Руби баяу әрекет ететін жарылғыш секілді. Күндердің күні жарылады. Және болса соны айтуды доғар енді, Винс. Оған көз тиген жоқ, ол тек көзіне қарамады. Кешірім өтінем, Майя. Бірақ сенің айтқандарың бос сөз. Бүгін жаттығу үшін сендер 2 топқа бөлінесіңдер. 1, 2, 3, 4. Біз бөліндік. Руби, біздің топқа қосылғың келе ме? Сендерге көзім тиіп кетсе ше. Ол не дегенің, Руби? Ол жалған наным ғой. Біз орта ғасырда өмір сүріп жүрген жоқпыз. Жел! Сезіп тұрмысың да. Қане, ақмақ әзілдеріңді доғар, Винс, кедергі келтірудесің. Бізге қарай тағдыр айдап алған суық жел келе жатыр. Өтінем, назар аударамыз. Бүгін біз баскетболдың сақинасына доп түсіре алатын роботты жасап шығарамыз.
Жинап тазалаушы роботтың бөлшектерін қолданыңдар. Бірінші болып аяқтаған команда роботын спорт залда таныстырады. Баста, дайындал, алға! Вақыт үнемдеу үшін тапсырмаларды бөліп алайық. Руби, бөлшектерді таңдайсың. Майя мен Джозеф құрастыруға жауапты боласыңдар. Ал мен бағдарламасын орнатамын. Менің сендерге қосылғанымды қалайсыңдар ма? Әрине. Тамаша. Мен аяқтауға... Достар, индекс жауап бермейді. Бұл қиын мәселе, бірақ оны шешуге болады. Тоқта, оның қолында электрикалық ақау бар. Қап, ол істен шығуда. Мына белгілер нені білдіреді? Бұл мүмкін емес. Енді дерекқор жойылды. Бәрі зая кеткен емес онда. Сендерге ескерттім ғой. Меніңше ол күйіп кетті. Әлде сендердің мүсін орнатқыларың келді ме? Өкінішті ақ, бірақ сендер ойыннан шығасыңдар. Айтпақшы, мен саған қарыздармын, Руби. Егер бір ғана бөлшегі бұзылса мақұл, бірақ ол таңдаған барлық бөлшек іске жарамады. Демек, өмірде қарғыс шынымен де бар. Достар, ұнжырғаларыңды түсірмеңдер. Бұл жай ғана сәйкестік. Не десең де сенікі жөн. Меніңше бір амалын тапқан секілдім. Мінекей, чиптің жадына сәттілік атты бағдарлама орнаттым. Бірақ бізді Рубиден кім қорғайды? Біз бойымыздағы жағымсыз энергияны жоюымыз керек. Таптым! Сенген, Рубидің қарғысымен күресу үшін маған бағдарлама орнаттың ба? Рахмет, роботқа әдеттегідей нашар жұмыс тапсырылады. Жоқ, бұл қызықты болады. Мен сені оның оққа қареттім. Тура кинодағыдай. Расымен кинодағыдай ма? Жатын бөлме қауіпсіз. Иә, әрине. Достар, мынаны тексеріп көріңдер. Бұл ультра күшті сәттілік тағасы. Мына түрімізбен біз әлі тамақтанбаймыз. Бір мүмкіндік бар. Бәріне сәттілік тағасын көрсетіп, көздерін қызықтырайық. Бұл сиқырлы таяқша емес, Майя. Жылқының тағасы ғой. Банан қосылған бәліштің соңғысы қалды. Оны ала алмадым. Балмыздағымды кері қайтам. Дәмді екен. Менің жолым болды. Біреулердің жолы болғыш. Көңіл күйің түсірме, Джозеф. Жағымды нәрсе ойласаңшы. Мына тағаның еш пайдасы жоқ. Қалайша жағымды нәрсе ойлаймын. Позитивті ме? Әрине, солай істеймін. Бұл ойын іске асу керек. Мұның еш зияны жоқ. Бұл таңғаларлық. Чип маған қамқор болғалы, әрдайым жолым болуда. Рахмет саған, Чип. Әр кезде құзырына қылдық, Руби. Достар, тауып көріңдерші. Қане, оны жағымды энергиямен қуаттадым. Енді ол іске асады. Бәлкім оның мөлшерін арттырармын. Тамаша. Әлдегім Рубиға қарғысайды деп ойламайсыңдар ма? Қап, өтінем, қайта бастамаш. Абайлар! Юджин, бұған сенбейтініңді білем, бірақ оған көз тиген секілді боп көрінбей ме саған? Айтшы, Ол мұнда болмады ғой, Майя. Ол осында. Юджин, Майя, қараңдар.
Оны толықтай жағымды энергиямен қуаттадым. Бұдан былай бізге ештеңе де болмайды. Спорт залдағы менің роботымды көргілерің келе ме? Иә, бірақ біз сәл кешігіп келеміз. Бізде şu робот бұйырғандай, біздің кітапхананы жинауымыз керек. Білем. Сендердің ашуларыңа тию үшін келдім. Балақайлар, көріскенше жол болмақшылар. Роботыңның Сақинаға қалай доп салатынын көрсет. Ең оңайынан бастайық. Сақинаға 360 градуста доп салу. Бастаймыз ба? Ей, не болып жатыр? Кері қайт деймін. Ей, жо. Бұл жолы менің ешқандай қатысым жоқ. Әрине, олармен бірге іште қалмауымыз менің ультра күшті тағамның арқасында. Қараңдар, мен оларға көмектесе алатын сияқтымын. Саспаңдар, бәрі дұрыс болады. Балалар, абайлаңдар, сақ болыңдар, өте сақ болыңдар. Қызық, олар бұрын дәл осылай шу шығарма бет. Ол менің кесірімнен деп ойлайсыңдар ма? Маған үзілістер. Әркім өз үшін жауап береді. Қызық. Әрі қорқынышты. Оның көңіл күйі жоқ сияқты. Ей, сен, оны жөніне қалдыр! Рахмет саған, Чип. Мен өз міндетімді атқардым, Руби. Әкел қолды. Ал мынау кімдікі? Ол менікі. Меніңше пульстік электромагнетизацияның атқаратын қызметін әлі пысықтауын керек секілді. Менің кабинетіме жүр, соны талқылаймыз. Электромагнит пульстарының құрылымын келесі аптаға дейін 50 рет көшіріп жазуым керек. Саған қарғысы тиген болар, білем. Бүгін сенің де жолың болмады, Винс. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған.